Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыз ба апай? Бүгін бірінші сабақ матемдеріңізді аламыз да. Бірінші есепке тезірек шығып бастаңдар. Мөлдір. Жаздым. Айжан. Жаздым. Елдос. Жаздым. Жандос. Жаздым. Сен баланың атын кім? Сен жаңадан келген сияқтысың. Иә апай, мен жаңадан келдім. Атың кім? Менің атым... Иә, сенің атың кім? Менің атым Ерасыл. Онда сен жашы тақтаға, сен ғана қалдың. Жарайды апай. Болдым. Суымды беріп жіберіңдерші. Ой. Міне әкеңіз апай. Рахмет. Балалар қоңырау шақта соқты, енді барып келе беріңдер қалған жерлеріңе. Мен қазір барып әжетханаға барып келемін. Мен отыра тұрайыншы кішкене. Туалетке шығып келдім, балалар енді бара беріңдер. Мен барам. Мен жүгіріп жүрмін. Мен кеттім. Мен келдім. Мен кеттім. Мен отыра тұрамын осы жерде кішкене сабағымды оқып. Мен әжетханаға да шыққым келіп тұрған жоқ. Қарным да аш емес. Қазір келем деп ойлаймын. Мен қазір келемін. Қарным ашып тұр еді. Не, мынау не? Кеттім мен бұны. Мен келдім. Мен барып бір жаққа барып келейін. Не болдым? Уже қоңырау соғып кетті ма? Жоқ, апай әлі соққан жоқ. Онда мен барып асханаға барайын. Не? Мына шеттің тамақтары қайда? Мен барып бұны директорға айтам. Жолына былай тұрыңызшы, кәрі әже. Сіз директор, жүріңіз. Не болды? Жүріңіз дедім ғой, әкел қолыңды беріп, жүр. Отырмаңыз, шаршамаңыз, жүріңіз. Не мынау? Не мынау, мына шеттегі асханада тамақ жоқ қой. Не мынау? Сізге айтып тұрмын. Сіз ба? Дұрыстап қарасаңызшы. Не болды? Қарасаңызшы сіз бірінші. Қараңыз, адамы да жоқ. Көріп тұрсыз ба? Мынаған қараңыз. Мен сізге айтып тұрмын. Дұрыстап қарасаңызшы. Не, мен қарап тұрмын. Бұл қалай пайда болды? Мен жаңа ғана көргенмін. Бұл адамда мынау тамақтар да жоқ. Сіздің көзіңізді тексерту керек, еле басқа мұғалімге ауыстыру керек. Жоқ, мені өтінемін шығармаңызшы. Жарайды, орныңызға отырыңыз, мен кеттім. Қазіргі жастар түсінбейм бар ғой. Бірақ өзімде жаспын дегенім ғой, жазбын. Қазір далада жазда шыққым кеп тұр, бірақ жұмас. Балалар, қазір қандай сабақ, маған кітап беріңдер. Мәңіз апай. Қазақ тілі. Атау септіктерді кім жаттады? Мен айтып берейін ба? Иә. Атау септік
Кім не ілік септік, кімнің ненің табыс септік, кімге неге ілік септік, кімді нені табыс септік, кімге неге. Соларды ғана жаттадым, апай. Қалғандарын кім жаттайды? Мен ертең жаттап келем. Атау септік нешеу? Атау септік нешеу? Апай, атау септік 7. Олардың сұрақтарын кім біледі? Ертең жаттап келіңдер. Жарайды, апай. Апай, әжетханаға барып келсем бола ма? Қоңырауда не істедің? Апай, шығып келгенше суыңызды құт деп ішіп қойып едім. Бар. Ана жерде как раз апай тұр екен. Ей, қыз, не істеп жатырсың? Өзім білем, ойнап жатырмын. Өйтіп айтпа, мен сенің апайыңа айтам. Айтсаңыз айта беріңіз. Мен апайыма өйтіп айтпаймын. Менің апайым ешқашан да маған ұрыспайды. Сондықтан мен сізді кінәлап қоямын. Келдім, апай. Сені ма? Сені мен директорға айтамын. Сен жүр бол тез. Мен ба? Сен. Неге мынау қызың мынау туалетті шашып кетті? Бумагаларын әр жерге лақтырып. Шын ба? Жоқ, апай, ол өтірік айтады. Қазір камерадан көреміз. Шыныңды айт тез. Апай. Жүр қане. Жүр, мен бұны директорға апарам. Ой. Жүр тез. Апай, мен мынау қызыңызды мектептен шығарам. Неге? Мен бұны жүріңізші не істеген? Не мынау? Осы жетті мен сыпырып әдеміліп қойсам, бұл деген бумагалармен шашып тастаған. Өзім әрең істесем. Мен емес, шыныңды айт. Мен істедім. Бірақ неге? Мен бұны шайғана ойнағым келген. Барлығын тез жинада, мусорға таста, түсіндің ба? Жақсы, апай. Осыған бола, мені мазаладыңыздар ма? Мұны бір жерін лақтыра салса айтеді. Міне лақтырады, алып лақтырады. Бұлардың барлығы оңай ғой. Барыңыздар енді. Сіз өзіңіз айтқандай полдарын жуып алыңыз. Ал сіз сабағыңызды өтіңіз. Жарайды. Апай, не болды? Мен қасымда тұратын қыз қайда кетті? Ол ма? Даладағы мусорлар жинап жүр. Апай, бірақ неге? Өйткені ол мені шашып кетіпті, туалетті. Бумагамен, содан кейін сол жерде жинап жатыр. Жинадың ба? Апай. Енді? Не енді? Сабақ өтпейміз ба? Апай? Не болды? Қоңырау соқты ғой, жап жаңа. Онда үйлеріңе қайта беріңдер.